оқушылар? Саламат. Қайырлы күн. Көңіл күйлеріңіз қалай? Жақсы. Олай болса, балалар, бүгінгі сабағымызды біз Биғаша Булат арқылы бейнебаянмен бастаймыз. Бейнебаянға назар аударыңыздар. О, ақтан жас, сақтан жас, сен де жетер мекенсің, жетімдіктің беленен асып өтер мекенсің. Жарық сәуле көре алмай, ел шаңына ере алмай, сол бойы кетер мекенсің. Жапанға біткен жапырақ, жамылсаң тоңар мекенсің. Жазғы шыққан бүлдірген, сұғынсаң тояр мекенсің. Күрек түсін қасқайтып, сұлу сүйер мекенсің. Бадана көз, тоғыз тор, сауыт киер мекенсің. Білтеліні тұтатып, түтінін үзбей оқ атып, жау қашырар мекенсің. Тұлпаратты жаратып, құйрық жалын таратып, бежінерді ерлетіп, жорыққа жортып, терлетіп, сырты қырлы, жүзі алмас, салған дағы жоғалмас, сапы асынар мекенсің. Босағасын борлатқан, таңдайға дәмі татымас, керегесін торлатқан, тегершін манаттан, жібектен ызып бау тоққан, үйге кірер мекенсің. Тең құрбыңмен теңеліп, шаруа жиып кенеліп, бала сүйіп, мал жиып, керсеніңе бал құйып, өмірде сүрер мекенсің. Жетімдіктен өтерсің, шаң бермей әлі кетерсің. Қажыма ақтан қажыма, жетерсің, әлі жетерсің. Өте жақсы балалар. Бұл кімнің өлеңі балалар? Бұл кімнің? Дулат Бабатайұлы. Өте жақсы, Дулат Бабатайұлы. Өлеңде кім туралы айтылады? Жетім бала туралы айтылады. Өте жақсы, жетім бала ақтан туралы айтылады, иә? Олай болса, балалар, бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы Дулат Бабатайұлы «О ақтан жас өлеңі». Сабақтың мақсаты балалар. 5-2-3-1 шығармадағы тілдік бейнелеу, суреттеу құралдарының теңеу, эпитет, ауыспалы мағынада сөздерді қайталау, өлең құрылысы мағынасын анықтау. 5-1-4-1 көркем шығармалардан шағын көлемді үзінділерді мәнерлеп оқу, жатқа айту. Олай болса, балалар, бізде бүгін күтілетін нәтиже бағалау критерийіміз шығармадағы тілдік бейнелеу, суреттеу құралдарының мағынасын анықтайды. Көркем шығармалардан шағын көлемді үзінділерді мәнерлеп оқып, жатқа айтады. Ары қарай кеттік. Балалар, Дулат Бабатайұлы туралы ақпарат сіздерге кішкенемен беріп өтейін. Кең ауқымды дәріс әдісі арқылы мен Дулат Бабатайұлы туралы сіздерге мәлімет жинақтап келдім. Дулат Бабатайұлы 1802 жылы қазіргі Шығыс Қазақстан облысы Аягөз ауданы Сандықтас деген жерде дүниеге келген. Заманының білімді адамдардың бірі болған Дулат ақын өлеңдерінің жыр толғауларын ауызша да айтып, жазбаша да қағаз бетіне түсірген. Дулат Бабатайұлының «О ақтан жас атты арнау өлеңі жетім бала ақтанның тағдырына арналған. Енді балалар, теориялық айтамыз. Үй жұмысына мен сіздерге дауыстап сөйлеу әдісі арқылы Дулат Бабатайұлының «О ақтан жас өлеңін жатқа айтуға берген болатын, не? Олай болса, кім айтады сізге өлеңді жатқа? Апай, мен айтсам бола ма? Аружан айта ғой. О ақтан жас, сен де жетер мекенсің, жетімдіктің белінен асып өтер мекенсің. Жарық сәуле көре алмай, ел шаңына ере алмай, сол бой кетер мекенсің. Ары қарай кім жалғастырады, балалар? Абу-Халифа жалғастыра ғой. Жапанға біткен жапырақ, жамылсаң тоңар ма екенсің, жазғы шыққан бүлдірген, сұғынсаң тояр ма екенсің, күрек тісін қасқайтып, сұлу сүйер ме екенсің. Өте жақсы. Ары қарай кім жалғастырады? Сезім жалғастыра ғой. Бадана көз тоғыз тор, сауыт керме екенсің, бітірені тұтатып, түтінін үзбей ақ отып, жау қашырар ма екенсің.
Мгм. тең құрбыммен теңеліп, шаруа жиып, Өте кеңеліп, жақсы. бала сүйіп, мал жиып, өмір сүрме екенсің. Өте жақсы. Ары қарай Сұлтан жалғастыра қойшы. Жетімдіктен өтерсің, шаң бермей әлі жетерсің. Қажыма ақтан қажыма, жетерсің әлі жетерсің. Өте жақсы балалар. Олай болса біз үй жұмысын біз өлеңді жатып айттық. Иә, енді біз теориялық білім айдар арқылы біз эпитет, риторикалық сұрау, ауыспалы мағыналарды талдаймыз балалар. Енді теориялық білім айдарында эпитет дегеніміз не балалар? Эпитет дегеніміз заттың, құбылыстың, сипатын, сапасын айқындайтын суретті сөз. Ал риторикалық сұрау дегеніміз не? Ойды, сезімді әсерлі жеткізу үшін жауабы өзінен өзі айқын нәрсені әсерлетіп, леппен сұрау түрінде айтуды біз риторикалық сұрау деп айтамыз балалар. Ауыспалы мағына дегеніміз не балалар? Ауыспалы мағына дегеніміз сөздер тура мағынада айтыла бермейді, ауыспалы мағынада да қолданылады. Ол сөздің тура мағынасы негізінде туындайды екен балалар, ауыспалы мағына дегеніміз. Біз бұл сабақтарды қазір өтіп жатырмыз, иә, әдебиет сабағының теориясында. Енді біз қазір ақтан жас өлеңінен эпитетті, риторикалық сұрауды, ауыспалы мағынаны табамыз. Сіздерге 2 минут уақыт жазамыз дәптерге. Эпитеті қайсы, риторикалық сұрау қайсы, ауыспалы мағынасы қайсы екен балалар? Жарайды. Апай, мен айтсам бола ма? Апай, болдым, айтайын. Апай, мен айтсам бола ма? Айта ғой, Абу Халифа. Эпитетке жетімдіктің белінен асып өтер деген болады. Ал ауыспалы мағынада жетімдіктің белінен асып өтер деген болады. Ал эпитет бадана көз тоғыз тор, сауыт кермей екенсің болады. Апай, мен айтсам бола ма? Апай, айтсам бола ма? Ал ауыспалы мағынаға тағы қандай сөздер жатады? Кім толықтырады Абу Халифаны? Апай, мен айтсам бола ма? Кім айтады? Апай, айтсам бола ма? айтсам бола ма? Айта ғой. Жетімдіктің белінен асып өтер ме екенсің? Жамылсан тонар екенсің. Жау қашырар ма екенсің? Сұғынсан тояр ма екенсің? Риторикалық сұрауға тағы да қандай нелер жатады? Тағы да кім толықтырады риторикалық сұрауды? Апай, мен. Риторикалық сұрауды кім жалғастыршы? Сұлтан жалғастыршы. Нұрислам бар ма? Нұрислам. Апай, мен айтсам бола ма? Айта ғой. Сен де жетер ме екенсің? Сұлу сүйер ме екенсің? Сұғынсаң тояр ма екенсің? Жамылсаң тоңар ма екенсің? Солар жатады. Өте жақсы балалар. Тағы да ауыспалы мағынаға тағы қандай сөздер жатады? Кім айтады ауыспалы мағынада балалар? Ішінен қайсы ауыспалы мағынаға сөздер екен? Өмір сүрер ме екенсің деген жатады. Ауыспалы мағынаға жата ма екен? Ауыспалы мағынаға жетімдіктің берелі ел саңы деген жатады. Жақсы, өте жақсы сезім. Жүзі деген жатады. Өте жақсы. Тағы да қандай сөздерді таптық? Жақсы балалар. Олай болса біз балалар ассоциация әдісіне келесі тапсырмаға көшеміз бізде. Келесі тапсырма бізде ассоциация әдісі. Ақынның ақтан жастың бойынан көргісі келетін қасиеттерін топтастырамыз. Ассоциация әдісі арқылы ақынның ақтан жастың бойынан көргісі келетін қандай қасиеттер? Айтсам бола ма, апай? Сіздерге 2 минут уақыт дәптерге жазамыз. Айтамыз қазір, кезек-кезек айтамыз. Талшын қатысып отыр ма сабаққа? Иә. Апай, айтсам бола ма? Мен айтайын. Апай, мен айтсам бола ма? Талшын айтты.
Дулат Бабатайұлы Ақтанның бойынан жақсы қасиеттер көргісі келеді. Жетімдіктің белінен үзіп, жақсы өмірге жететініне сенім білдіреді. Апай, мен Өте айтайыншы. жақсы. Аха, сезім айта ғой. Апай, мен айтайыншы. Сезім айта ғой. Оның өзінің жетім екенін білдірмей, жақсы отбасы құрғанын қалады. Аха, өте жақсы. Тағы да Абу Халифа айта ғой. Апай, айтсам бола ма? Ақын Ақтанжастың бойынан батырлық, сабырлық, шаруашыл, қажымас қайрат, ұмтылыс Апай, мен айтсам бола ма? қалады. Жақсы. Орынбасар аяулым айта қойшы, аяулым. Ақтанның бойынан өжеттілік, батылдық, шыншылдық қасиеттерін көргісі келді. Динара айтамыз. Динара бар ма? Отыр ма? Апай, мен Динара айтайыншы. айта ғой. Ақын Ақтанның бойынан жетімдіктен құтылып, жақсы отбасы құрған қалады. Және өжеттілік, батылдық, шыншылдық оның бойында болғанын қалады. Өте жақсы. Апай, мен айтсам бола ма? Апай, мен айтсам бола ма? Аха, айта ғой. Аружан айтшы. Дулат Бабатайұлы Ақтаннан бойынан өжеттілікті, батырлықты, өзінің қалаған арманына жетуді, жақсы отбасыны құруы және ұзақ өмір сүруін қалады. Ары қарай мен айтсам бола ма, апай? Жақсы. Аха, айта қойшы, толықтырып жібер. Аха. Ол Ақтан жастан ол жетім болмағанын қалайды. Дулат Бабатайұлы осы өлеңді Ақтан жасқа жазған себебі ол бұл жерде Ақтан жас бұл жерде жетім болмаған, жақсы отбасы құрғанын, Өте жақсы балалар. әдемі сұлу жар тапқанын қалаған. Өте жақсы айтасыңдар. Ал олай болса балалар, өте жақсы. Ақынның Ақтан жастың бойынан көргісі келетін қасиеттерді жақсы топтастырдық деп ойлаймын балалар. Жарайсыздар. Ал енді бізде қақот тест арқылы келесі тапсырмаға көшеміз. Қақотқа кіреміз балалар. Апай, пин-кодты айтсаңшы. Аха, айтам, сабақта қолданып жүрміз ғой күніге қақот тесті, балалар. 320 320-96-03. 320-96-03 кірем балалар. Абу Халифа кірді, жарайсыз. Хансұлтан кірді, Аружан кірді, Сезім кірді, Динара кірді, жарайсыздар. Сұлтан кірді, Аяулым кірді, Қарлығаш кірді. Өте жақсы. Абу Халифа кірді, Димаш кірді, Дінмұхамед. Талшын кірді. Аружан кірдің ба? Я кірдім, апай. Бастаймыз ба оқушылар? Бастаймыз. 16 оқушы кіріп отыр, бастаймыз. Дулат Бабатайұлы кім? Ақын, жыршы, жазушы, жыраушы. Өте жақсы балалар. Сұлтан, жарайсың. Дулат Бабатайұлы өлеңдері кімге әсер етті? Дулат Бабатайұлы өлеңдері кімге әсер етті? Өте жақсы. Дулат Бабатайұлы Ақтан жас өлеңінде жазылған, қай үлгіде жазылған балалар?
Жарайсыңдар. Жарайсыңдар. Өлеңнің кейіпкері кім? Дулат, лирикалық кейіпкер Ақтан Мұхман. Жарайсыңдар. Дулат Бабатайдың Ақтан жас өлеңі кімдерге арналған? Жарайсыздар. Өте жақсы, белсенді қатысып отырсыздар барлықтарыңыз. Өте жақсы. Апай кім жеңгенін көрсетесіз бе? Абу Халифа жарайсың. Жұмабек Талшын. Жарайсың. Димаш жарайсың. Димухамед. Өте жақсы, балалар. Келесі тапсырмаға көшеміз, балалар. Олай болса, келесі тапсырма бізде, балалар. Бүгінгі сабақтан алған кері байланыс әсерімізді бір-бір сөзбен жеткіземіз. Уақыт өйткені аз кетті, балалар. Жарайды. Жарайды, апай. Жарайды, апай. Байланыста. Балалар, аяқталмаған сөйлем әдісі арқылы кері байланыс жүргіземіз. Есімде қалған. Есімде қалған ең маңызды ақпарат, көбірек білгім келеді. Мен үшін қызық. Айтсам бола ма? Апай, мен айтсам Абу бола ма? Халиф айта қойшы. Абу Халиф айта қой. Иә. Менің есімде қалғаны жас туралы есімде қалды. Ал көбірек білгім келетіні Ақтан туралы. Мен үшін қызық болғаны Ақтанның өмір баяны. Өте жақсы. Жарайсың. Сезім айта қойшы, сезім. Сезім айт. Менің есімде қалған ең маңызды ақпарат Ақтан туралы болды. Көбірек білгім келген ол Ақтанның өмір баяны. Мен үшін қызықты болған Охот бағдарлама. Өте жақсы. Подписты ұнатты. Апай, айтсам бола ма? Апай, мен айтайыншы, апай, мен айтайыншы. Аружан айта қойшы. Тез-тез балалар, бір-бір ауыз сөзбен. Бабатай ұлынан жыры Абайға әсер еткені. Менің көбірек білгім келетіні Дулат Бабатай ұлының тағы да қанша оқиғалары, жырлары бар деп ат. Мен үшін қызықты болғаны Охот программасымен жасау. Өте жақсы, балалар. Ал олай болса, балалар, бізге үйге тапсырма жазып аламыз. Үйге тапсырма. Ақын үміті тақырыбында эссе жазамыз. Үй тапсырмасы ақын үміті тақырыбына эссе жазу. Үй тапсырмасын жазып алдық па, балалар? Ақын үміті тақырыбына эссе жазамыз, балалар. 100 сөзден тұрады, не? Сіздер лицей сыныпсыздар. Жарайды. 100 сөз болады деп шештім. Ақын үміті тақырыбына эссе жазу. Енді бүгінгі сабақты бағалаймыз, балалар.
күнделік электронный күнделік неге кіріп сіздердің бағаларыңызды қойып шығамын. Жарайды апай. Жарайды. Сіздерде Талшынға жақсы қатысып отырды 10 балл, Абу Халифаға 10 балл, Дінмұхамедке 10 балл қойылады. Дінмұхамедке 10 балл, Баймахан Аружан жақсы қатысып отыр 10 балл. Бізде тағы да Абу Халифаға 10 балл, Сайлаухан Сұлтанға 8 балл, Талғатқа 10 балл қойылады. Жақсы, Сезімге 10 балл қойылады. Сезім жақсы қатысып отыр сабаққа. Жарайсыңдар балалар, бүгінгі сабаққа қатысқан оқушылардың бәрі жақсы баға алдыңыздар. Қош, сау болыңыздар. Сау болыңыз. Сау болыңыз.